Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз компот басатын боламыз. Оған мына жеміс жидектерді салатын боламыз. Шие, жүзім, апельсин, қара өрік, груша, алма. Осылардың барлығын араластырып, ассорти компот басатын боламыз. Банкаларымызды жақсылап жуып тазартып алдық. Қазір басу барысында бұларды жақсы буға қоятын боламыз. Және мынау крышкамыз, бұларды қайнаған суға саламыз. Мынау құмшекеріміз компотқа қосылатын. Осылардың барлығын жасау барысында көрсетіп отырамын. Видеоны толық қарап отырыңыздар. Неке достар, біз осылай мен өзім тоқшайнекке булайтын боламын. Осылай булаймыз. Және осы қайнаған суға крышкамды да салып алатын болам. Осылай барлығын сіздерге көрсетіп отырамын рет-ретімен. Мен өзім осылай тоқшайнекке булаймын. Негізі банканы сиятын ыдыстарға салып қайнатып алса да болады. Неке достар, банкімізге осылай шамалап қана әр жемістен салып аламыздағы. Өйстіп, алдын ала қайнатып қойған суымызды құятын боламыз, толтырып. Неке осылай толтырып құямыз да, жаңа қайнаған суға салып алған крышкамды осылай үстіне жауып 10 минут қоя тұрамыз. Неке достар, жаңа 10 минутқа құйып қойған суымызды қайтадан ыдысымызға құйып алып, қайтадан қайнатып әкеліп құятын боламыз. Мынадай крышкамен сүзіп құйып аласыздар ыдысқа. Сөйтіп қайтадан қайнатасыздар. Сөйтіп келіп, сол суды қайта құйып жабатын боламыз. Оған дейін 100 грамм 1 литрлік бақалға 100 грамм қант, 2 литрлік бақалға 200 грамм, 3 литрлік бақалға 300 грамм қант қосып басатын боламыз. Екінші суына, екінші рет қайнатып әкелген суына осылай қосып қайнатып жабатын боламыз. Жауып болғасын сіздерге көрсетемін. Неке достар, біздің кереметтей компоттарымыз, яғни қыстық суларымыз табиғи дайын болды. Жақсылап жаптық. Негізі банкымен крышканы жақсылап буға қойып қайнатып алсаңыздар, өте жақсы болып шығады. Неке өздеріңіздің қалауларыңызша қандай жемістен басқыларыңыз келсе, осылай басып алуларыңызға болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Біздің видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.